Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз тауықтың сорпасын әзірлейміз. Бұл диеталық пайдалы тағам болып саналады. Организмге кішкентай баладан қарт адамдарға дейін сіңімді тағам болып есептеледі. Ал жасап көрейік. Тауықтың сорпасын дайындайық. Ол үшін бізге тауықтың 2 сан еті, картоп, пияздың мен кішкентайларын алам, кейін сүзіп алам, өйткені балаларым жемейді. Сәбіз, бұршақ, қара бұрыш, лавр жапырағы, аскөк, укроп және кеспе. Ал сорпамызды дайындай бастайық. Біз тауықтың құйрық жағын былай кесіп тастаймыз. Тауығымызды құйғамыз. Сан етін осылай бөліп тастадық. Енді суға салып қайнатамыз. Бісміллә деп салайық. Мен мына сәбізді де, картопты да үлкендей қылып тураймын, балаларым теріп отырмасын деп. Көбігін дұрыстап тұрып 1-2 мәрте алыңыздар, сонда кейін сорпаларыңыз мөлдір болады. Пиязымызды саламыз. Дәмі келіп пісе берсін ішінде. 5-10 минуттан кейін сәбізді саламыз. Қақпағын жауып, жауып қоямыз. Сәл Қайнағаннан кейін отты баяулатып, орташа отқа қойсаңыз болады. Қайнамай қалмасын, қайнап тұрсын. Тағы бірез көбігін алып, тұздаңыз. Жалпы сорпамыз қайнағаннан кейін 40-45 минутта піседі. Сондықтан 10 минуттан кейін пиязын салсаңыз, одан кейін 10 минуттан кейін сәбізін, одан кейін картопын, сосын кеспесін салсаңыз, сол 40-45 минутта піседі. Бұршақ, қара бұрышы мен лавр жапырағын дәмі жақсы болу үшін қоссаңыз болады. Ал соңғы кеспемізді саламыз. Кеспемізді салғаннан кейін отты қатты жоғарыға көтеріңіз. Кеспеміз қайнағанда жақсы піседі. Мінеки, тауық сорпамыз дайын болды. Бұл ағзаның өте жақсы бір қорытатын тамақтарының бірі. Жиі істеп тұрсаңыз болады. Пайдалы, сіңімді, ауырғанда бір терлететін сорпалардың бірі. Ауырмаңыз, асыңыз дәмді болсын.